Алтыншы есеп. Аурухана жобасының сызбадағы масштабы 1/200. Аурухана дәліздерінің бірінің шын мәніндегі ауданы 90 метр квадрат. Егер дәліздің сызбадағы ені 2,25 см болса, дәліздің шын мәніндегі ұзындығын табыңыз. Біз мынаны еске түсірейік. Масштаб деген ол әрқашан карта бөлінген шындық, яғни шын мәні, өмірдегі мәні. Біздің масштабымыз 1/200 болып тұр, яғни картадағы, сызбадағы немесе 1 сантиметр, ол шын мәнінде өмірде 200 сантиметр. Енді бізге айтады, аурухана дәліздерінің бірінің шын мәніндегі ауданы 90 метр квадрат деді. Дәліз дегенді бұлай сызып көрейік. Тік төртбұрыш ретінде. Шын мәніндегі ауданы, шын мәніндегі ауданы 90 метр квадрат. Және айтады, егер дәліздің сызбадағы ені, Б деп белгілейік, бұл сызбадағы ені 2,25 сантиметр болса, дәліздің шын мәніндегі ұзындығын табыңыз. Онда А шыны табу керек, Аның шын мәніндегі ұзындығын табу керек. Енді бұл есепті есептеу үшін, табу үшін бізде сызбадағы ені бар. Және ол біз оның масштабын білеміз. Ол 200 есе кішірейтілген. Яғни біз шын мәніндегі енін табу үшін бірінші амал біз 2,25-ті 200-ге көбейтеміз. Бұл 450 сантиметр болады. Енді бізде жауаптар да шын мәніндегі ауданы да метрмен берілгендіктен 450 сантиметрді метрге айналдырамыз. Бізде 100 сантиметр 1 метрге тең. Яғни мынау 4,5 метр болады. Бұл шын мәніндегі ені. Енді бізге шын мәніндегі ұзындығын табу үшін бізде шын мәніндегі аудан бар, шын мәніндегі ені бар. Біз қарапайым формулаға саламыз. Яғни мынау дәліздің формасы тік төртбұрыш болғандықтан оның ауданы ұзындығы көбейтілген ені арқылы табылады. Демек, біз ұзындығын табу үшін ауданын еніне бөлеміз. 90-ды бөлеміз 4,5-ке. Бұл есепті шығару үшін біз бөлінгішті де 10-ға көбейтейік. 900 бөлінген 45 болады, немесе үтірді бір орын алдыға жылдыртамыз. 900-ді 45-ке бөлгенде 20 шығады, яғни 20 метр. Сонда дәліздің шын мәніндегі ұзындығы 20 метр. Нұсқалардың ішінде С нұсқасы дұрыс.